Жапония 1994 жылы 2 жасқа дейінгі балаларға вакцина салуға тыйым салды. Содан кейін бала өлімі 96%-ке азайды. Желіде осындай ақпарат тарап жүр. Бұл рас па? Бұл шындыққа жанаспайды. Біріншіден, Жапония ешқашан 2 жасқа дейінгі балаларға екпе салуды тоқтатпаған. Керісінше, бұл елде балаларға егілетін кейбір вакцина бойынша көрсеткіш әлем бойынша ең жоғары деңгейде. 2021 жылы қызылшаға қарсы вакцинация деңгейі 95%, ал дифтерия, сіреспе және көкжетелге қарсы 99% болды. ЮНИСЕФ мәліметтері бойынша 2011-2023 жылдары пневмокок инфекциясына қарсы екпе алған балалардың үлесі 95-99% аралығында болған. Жапонияда 1 жасқа толмаған балалар арасындағы өлім көрсеткіші расымен де өте төмен. 1994 жылы бұл көрсеткіш әр 1000 нәрестеге шаққанда 4,25 болса, 2023 жылы 1,77-ге дейін төмендеген. Сосын 1994 жылы Жапонияда 2 жасқа дейінгі балаларға арналған екпелер тоқтатылған жоқ. Жай ғана бұрын міндетті болып келген екпелер сол жылдан бастап ерікті түрде жүргізіле бастады. Сәбилер арасындағы өлім-жітімнің төмендеуіне қауіпсіз ұйқыны насихаттау, сапалы медициналық қызмет пен дұрыс тамақтану жөніндегі білім де көп ықпал етті.